армағайын өздеріңіз көріп, алдыңғы біздің шығарылымдарымыздан біліп жүргендеріңіздей, біз қазақ мәдениетіндегі ұлттық музыка тарихындағы шығармалардың тарихына, деректерге, естеліктерге мән беріп тоқталып жүрміз. Бүгін менің батырым мен өздеріңіздің сүйікті әншілеріңіз Ерлан бауырларыңызбен тағы бір әннің тарихына тоқталсақ деп отырмыз. Қандай ән? Бұл жолы Ақан серінің әніне тоқталайық. Маң-маң-кер деген. Ой, бәрекелді. Өзіңнің ең сүйіп орындайтын әнің, және халықтың сенен аттай қалап сұрайтын әні. Мен өзім ерекше жақсы көретін әнім. Енді жалпы маң-маң-керді мен әншілердің ішінде кәсіби әншілік өнерде дауыстар бөлінеді ғой. Бас, баритон, тенор, драматикалық тенор, альт деп кете береді енді. Әйелдердікі жаңа сопрано, меццо-сопрано, колоратуралық сопрано деп кете береді. Мен сол тенорға, лирикалық тенорға жатам. Енді сол мына маң-маң-керді орындаған Әміреден кейінгі тенор мен екем. Затаевичтің кітабында осы маң-маң-кердің Әміре Қашаубаевтың орындау нұсқасы бар. Сонда Әміре атамыздың өзі ән салу мәнері, ол кісі бір дауылдатып, екпіндетіп, үстемелеп отырып, әуенді үзбей бірінің үстіне бірін жалғап, төпелетіп отырып айтады да, әнді желдіртіп отырып айтады. Мысалы бір шумақ айтып. Мысалы Балғадишасы ол кісінің. Егенеге балғадиша, бұралғаны белелеген әзіге шерген айет алғадишу ай деп бір деммен екі жолды бірақ айтып шығады. Бірақ бұл үлгіні қазір ешкім айтпайды ғой? Жоқ, айтатындар бар ғой, бірақ Әміреге ұқсап айта алмайды. Бөліп жіберіп. Содан кейін де өзгеше естілетін шығар бәлкім, басқаша демі жетпейді қазіргі әншілердің. Әміреге ұқсап айта алмайды. Қазіргі әншілердің Әміреге ұқсап айтуға демі де жетпейді, және әншілік техникасы, дауысты игеру қабілеті жетпейді, өкінішке қарай. Өзіңдікі ше? Енді мен де айтам, бірақ мен бұл әнді басқаша орындағанды жақсы көремін. Тура Әмірені қайталап емес, өзіңнің вариантыңды. Ол енді жаңағы әнді бұзу емес. Бұл мысалы Жүсіпбек Елебековтің нұсқасында, Жәнібек Кәрменовтің, Манарбек Ержановтың, Қайрат Байбосыновтың, осы кісілердің, Ғарифолла Құрманғалиевтің оркестрмен орындаған нұсқасы бар мысалы. Осы кісілердің айтқан Әміреден бастап барлығының нұсқаларынан өзіме керекті тұстарын алып, соны трактовка жасап. Ерланның нұсқасын шығардың, былайша айтқанда, бірақ Әміренің таспада қалған нұсқасын бір кездер орындаған едің ғой? Орындап айтып жүрмін ғой оны былай. Кей кезде мысалы көңілім сол Әміренің нұсқасына қалап, соған назарым ауып тұрса, соны айтып жіберем. Кей кезде өзім трактовкам бойынша айтып кетем. Ол жаңа сол сәттегі көңіл күйге байланысты. Ал маң-маң-кердің енді тарихын айтайық. Маң-маң-кер бұл мына Жаңарқа өңірінде Сайдалы Аққошқар деген сондай халыққа жаны ашитын, не көрсе де халқымен бірге көрген, бүкіл ауылын, елін бір өзі асырап тұрған ауқатты адам болған, өте текті адам болған Сайдалы Аққошқар деген. Сол мына Сәбит Мұқановтың Өмір мектебі деген кітабы бар. Сол жерде жазылады. Сол жерде мына Сайдалы Аққошқар туралы айтылады. Ана Совет үкіметі орнап, байларды кәмпескелеп жатқан кезде жаңағы Аққошқардың тұқымдарын, әулетін, малдарын алып кетіп жатады ғой. Сонда мына халық бұны қатты жақсы көргендігі соншама, ана үкіметтің адамдары келген кезде Сайдалы Аққошқардың малдарын өздерінің үйінде ұстап тұрады. Халық, үкімет бөліп кетті ғой енді, анадан тартып алды да, мыналарға бөліп берді. Сосын үкімет кетіп қалғаннан кейін адамдар бұлар қайтадан ана кісіге өзіне апарып беретін болған екен. Себебі біздің арымыз бармайды, сіз бізге сондай керемет
жағдай жасап, бізді қиын қыстау кездерінде, жалпы кез келген уақытта сіз бізбен бірге болдыңыз. Не тапсаңыз да, не ішіп, не жесеңіз де, бәрін халқыңызбен қақ бөлісіп отырдыңыз. Енді мынандай сәтте біз сізге болыспасақ, біздің адамдығымыз қане деп, халық өзі сондай ерекше жақсы көрген болсын. Соның асы болады. Сол ас өтіп жатқан кезде ақан сері естіп, сол маң-маңгері өзінің құлагері ғой. Соны алып барады. Сол жерде құлагер бәйгеден бірінші орын келіп, ақан жүлделі орын алады. Одан кейін жаңағы еліне, көкшесіне қарай кетіп бара жатқан кезде, жол үстінде ер жігіттің жаңағы ат, қолғанаты ғой енді. Сол астындағы құлагеріменен көңілі масайрап, өзі бір жағынан қуанып тұр, бір жағынан елін, өзінің елде қалған сүйікті жарын сағынып, сол сағынышын өзінің мына астындағы маң-маңгеріне сонымен бөліскен. Сырласып. Сондай кезде сағыныш әні деуге болады ғой. Иә, сондай жол үстінде дүниеге келген бұл ән. Сол осы әннің тарихын білгеннен кейін мен енді жаңағы орындаушы ретінде айтатын болсам, Әміренің, бағана айтып өттім, орындау, ол кісі Әміренің орындауын желдіртіп айтады әнді. Бұл әннің негізгі тақырыбы сағыныш екені байқалмай қалады. Жоқ, ол одан емес, ол адам әртүрлі деңгейде сағынады ғой, енді бес саусақ бірдей емес. Желіп келе жатады, мысалы, асығып, сағыныштан асығып тезірек келгісі келеді. Біреу шабады, мысалы, одан да жылдам барғысы келеді. Біреуі асықпай, аяңдап келеді. Мен сол мына ақанның жаңағы маң-маңгеріменен еліне асықпай, аяңдап келе жатқанын суреттедім әнде. Соның бердім. Ана қағысының өзін мен жаңағы аттың аяңдап жүрген ырғағын беруге тырыстым. Сол арқылы осының бәрін трактовка ретінде салған кезде, бұл маң-маңгер менің маң-маңгерім болып шықты, бөлек. Содан кейін де халық кәдімгідей маң-маңгерді айтшы деп сұрайтындай болды. Иә. Сол негізі осы енді бұл әнді. Бұл маң-маңгер Батырымның YouTube каналында бар. Тек қана Батырымның емес, кез келген жерден Ерлан Рысқали маң-маңгер деп YouTube'дан баса салсаңыз шыға келеді. Сондықтан оны да тыңдап алғандарыңыз дұрыс болар. Рахмет көп-көп. Жақсы. Алдағы шығарылымдарымызды күтіңіздер. Пікір жазып, үлпіл баса кетіңіздер. Аман болыңыздар.